Балалар қараңдар. Мынау тікбұрыш бұрыш болатын болса, мынау альфа, мынау А, Б, мынау С болса, косинус альфа дегеніміз, косинус деген жанында тұрған деген сөз. Косинус альфа дегеніміз, косинус деген мен автор туралы айтқам. Автор деген ол жасайтын адам болатын болса, со автор деген соның жанында деген сөз. Сондағы лайфхак со дегеніміз косинустағы мынау ко болып тұр да, жанында деген сөз. Мына альфаның жанындағылар. Значит, б-ның с-ға қатынасы. Синус альфа дегеніміз мен бүйтіп жазғанмын сендерге. Оппозит деген сөз, қарсы деген сөз. Ағылшын тілінде мына си әрпі мына жерде бар, мына синус болып тұр да. Қарсы бізде а-ның с-ға қатынасы. Тангенс альфа дегеніміз ол синус альфаның косинус альфаға қатынасы. Синус альфа дегеніміз ол а бөлінген с, косинус альфа дегеніміз б бөлінген с. Екеуі қысқарып кетеді, а бөлінген б қалады. Қарсының іргелеске қалады. Котангенс дегеніміз альфа ол б-ның аға керісінше. Енді осы жерден біз бір тікбұрышты алсақ, оның гипотенузасы бірге тең болсын дейік. Мына жер y дейік, мына жер x дейік. Косинус альфа дегеніміз x-тің бірге қатынасы. Кез келген санды бірге бөлсең, сол санның өзі шығады. Значит, косинус альфа дегеніміз x-қа тең. Мынаны біліп алайық. Синус альфа дегеніміз y-тің бірге қатынасы. Осыдан шығатыны синус альфа ол y-ке тең. Осы екі формуланы алып алайық. Бұл не үшін керек? Қара. Шеңберді алатын болсақ, әр уақытта біздің бұрышымыз мына сызықтан басталады. Осы стрелкадан басталады. Былай көтерсек, мысалға, мына жеріміз. Мысалы, 20 градус болсын, потом 30 градус болсын, потом 40. Сөйтіп кете береді де, мына жерге 90 градус болады. Былай жүрсе 110 градус. Міне былай қарай бетеп жүрсе 110 градус. Мысалы, мынау бізде 170 градус болсын. Мысалы, 160 градус па. Мына стрелкамыз мына жерге келгенде, ол 180 градус жасайды. Мына жерге келсе, ол бізде мысалға 220 градус жасайды. Мына жерге келсе, бүйтіп айналып келіп мынаға келсе, мысалы 320 градус мысалға сондай жасайды. Қайтадан айналып мына жерге келсе, 0 градустан басталады да, бір айналып келгенде 360 градусқа келеді. Сол шеңберді алайық та, мысалға мынандай бұрыш жасайық, альфа. Мына шеңбердің нүктесінің координатасын тапсақ, біз былай түсеміз и былай түсеміз. Мынау координата осының мынау y, мынау бізде x. Мынау 0. Значит, қара. Мына бірлік шеңбер дегеніміз радиусы бірге тең болсын. Мына жердегі ұзындық x болсын, мына жердегі ұзындық y болсын. Енді қара, бұрышқа байланысты, бұрышты кішкене көтеріп жүрсек, x-іміз мынандай ғана болып қалады. Бұрышымыз кішкене кіші бұрыш болатын болса, x-іміздің ұзындығы мынандай болады. Y-іміз керісінше, бұрышымыз кішкентай еді, Y-іміз кішкентай болған. Бұрышымыз үлкен болып кетсе, Y-іміз уже үлкен болып кетеді, ұзын болып кетеді, ұзын. Мынаған қарағанда. Бұрышқа байланысты y пен x өзгеріп отырады екен. Сонда мына косинус альфа дегеніміз, x-тің бірге қатынасы деп айттық. Бірді жазбай қоюға болады. Сонда қара, косинус альфа деген мына бұрышқа байланысты косинус альфамыз ол мына x-тің ұзындығына тең болып тұрады екен. Сонда егер де мына бірлік шеңберді мынау y, мынау x болса, мына нүктенің координатасы 1-де 0, мына нүктенің координатасы 0-де 1, мына нүктенікі минус 1-де 0, мынанікі 0-де минус 1. Өйткені
радиусы бірге тең болып тұрса, мыналарға жатқызған кезде мынау бір болып тұрады. мына нүктеде тұрады стрелка. А біз білеміз, что мынау x екенбіз, мынау y екенбіз. Осыдан шығатын косинус 0 градуста бірге тең, синус 0 градуста 0-ге тең. Өйткені y-іміз 0 болып тұр. Косинус альфа ол x-ке тең, синус альфа ол y-ке тең. Мына нүктеге 90 градус жасап келетін болса, бұрышымыз косинус 90 градуста 0-ге тең, потому что мынау x бізде, x-ке тең деп айтып тұр. Синус 90 градуста 1-ге тең. Косинус 180 градуста мына жердегі бұрышқа келсе, ол бізде минус 1-ге тең. Синус 180 градуста 0-ге тең, потому что x-іміз минус 1, y-іміз 0 болып тұр. Синус 270 градуста. 270 градус деген ол мынаны айтып тұр. 270 градуста. Синусымыз минус 1-ге тең. Косинусымыз 0-ге тең. Өйткені мынау x, мынау y болып тұр. Қайтадан айналып келсек, 360 градус болады. 360 градус деген сол 0 екеуі бір нүктеде тұр. Сондықтан екеуі осындай мән қабылдайды. Былай айналғанды оң айналыс деп атайды. Былай айналғанды теріс айналыс деп атайды. Мысалға, бізге 260 градус сал десе, біз мына жерден бастаймыз да, мына жерге дейін келеміз. Потому что мына жер 270 градус. Соң кішкене жетпей қалды. Мынандай бұрышты, міне 260 градус деп атайды. Ал енді минус 130 градус деп айтса, онда біз былай қарай ол оң айналыс деп айттық, былай қарай теріс айналыс деп айттық. 90 градус жүреміз де, үшінші тартама жүреміз. Мысалы, мына бұрышты минус 130 градус деп атайды. Сонда біз сағат тілімен жүрсек, онда теріс айналыс болады. Сағат тілімен жүрсек, ол оң айналыс болады. Мысалға, косинус 140 градус қай жерде болады десе, косинус 140 градуста ол оң айналыс, таңбасы оң бұрыштың. Онда біз 140 градус былай айналып транспортирмен жүрсек, мынарада 140 градус. Онда біз косинусымыз екінші ширекте болады екен. Ширек дегеніміз, мынау бірінші ширек, мынау екінші, мынау үшінші, мынау төртінші. Сонда бірінші ширек дегеніміз ол 0 градус пен 90 градустың арасында болады екен. Екінші ширегіміз 90 градус пен 180 градустың арасында болады. Үшінші ширек дегеніміз 180 градус пен 270 градустың арасында болады. И төртінші ширек дегеніміз 4 бөлікке бөлген ғой, 270 градус пен 360 градус болады. Көндірмен арада қатаң теңсіздік тұр. Тең деген жоқ. Өйткені 0 де, 90 да, 180 де, 270 де олар ширекке жатпайды. Олар оның шекарасы, граница. Осы, сонда екінші ширекте болады екен. Енді қазір бір есептер көреміз.